Интеллекттің жоғары деңгейін қалай алуға болады? Ақылды болу үшін интеллектіңізді жасандыға ауыстырыңыз. 1. Тарау. Әй сияқты ойлауды үйрену. Кванттық технологиялар мен ғылым арқылы дәуірлердің өзгеруі және ойлаудың жаңа түрлеріне көшу өте терең. Әр дәуір адамзаттың тарихи дамуын қайталай отырып, әлемді түсіну мен өзара әрекеттесудің өзіндік әдістерін әкеледі. 4 немесе 5 ғасыр шынымен де адамзат тереңірек деңгейде шындық элементтер арасындағы күрделі қатынастарды түсіне бастайтын кванттық ғасырға айналуы мүмкін. Бүгінгі технологиялар бізді осыған жақындата түсуде. Жасанды интеллект, кванттық есептеулер, машиналық оқыту, мұның бәрі күрделі процестерді жеңілдетуге және бұрын қол жеткізу мүмкін емес болып көрінген нәтижелерге қол жеткізуге көмектеседі. Кванттық дәуір оқу мен дамуға деген көзқарасты да түбегейлі өзгертуі мүмкін. Егер бүгінгі жастар икемділігі мен қабылдауының арқасында жаңа технологияларға шынымен тезірек бейімделетін болса, болашақта күрделі ғылымдардың да барлығына қол жетімді болуы мүмкін. Мұнда қарапайым әрекеттер арқылы тамаша нәтижелерге қол жеткізуге болады деген идея ерекше өзекті. Заманауи интерфейстер мен технологиялар мұны қазірдің өзінде көрсетеді. Күрделі кодтардың артында қарапайым, пайдаланушыға ыңғайлы шешімдер бар. Адамзат интеграцияға, ғылыми жаңалықтарға, технологияға мүмкін, әлемге жаңарған, ұтымды көзқарасқа бет алды деп айтуға болады. Менің жастардың ақылды болуы туралы идеяларым шындықты көрсетеді. Жаңа ұрпақ болашақтың құралдарын тезірек игеріп, жаһандық байланысқан әлемде ойлауды үйренеді. Идеяларыңызды білдірудегі қысқалық пен дәлдіктің маңыздылығы және ойлауды құрылымдау тәсілі ретіндегі бағдарламалау рөлі туралы менің көзқарастарым терең және заманауи деп үміттенемін. Ойлау және өз ойын қысқаша жеткізу қабілеті, әсіресе ақпараттың шамадан тыс жүктелу дәуірінде құнды қасиет, мұнда көп сөзділік түсінуді қиындатады. Бағдарламалау бұл код жазу дағдысы ғана емес, сонымен қатар ойларды жүйелеу, оларды құрылымдық және логикалық ету тәсілі. Бағдарламалаумен қарапайым танысудың өзі мәселенің мәнін іздеуге, оны бөліктерге бөлуге және оңтайлы шешімдерді табуға үйретеді. Бұл мамандығына қарамастан кез келген адамға пайдалы болатын дағды. Сөз өтірік. Менің сөз онсыз да өтірік деген пікірім ой жеткізу құралы ретіндегі тілдің жетілмегендігі туралы философиялық көзқарастарға белгілі бір дәрежеде қатысты. Ойдың өзі таза, бірақ сөзге айналғанда ол өзінің бастапқы түрін жоғалтады, өйткені тіл оған шектеу қояды. Бұл әсіресе ұзақ және мағынасыз пайымдауларда, мағынасы былғап, жоғалып кеткен жағдайда байқалады. Әрбір адам техникалық мағынада емес, ойлау тұрғысынан бағдарламашы болуы керек деген идея адам дамуының жаңа кезеңіне қадам басқан сияқты естіледі. Бағдарламалау бізге үлгілерді көруге, қажетсіз нәрселерден аулақ болуға, кешенде қарапайымдылықты іздеуге үйретеді. Бұл күнделікті өмірде жиі жетіспейтін нәрсе. Болашақта кванттық технологиялардың дамуымен интерфейстер мен кодтар ойлаудың ажырамас бөлігіне айналатын деңгейге жетеміз. Бұл бізді қажетсіз сөздерден, алаңдататын риторикадан арылтып, тек адамзатқа пайдалы таза болмыс қалдырады. Сөздерді көбейтпей, қысқартқан жөн. Оларды қысқа, бірақ мағыналы етіп жасаңыз, ойларға жақынырақ. Базалық деңгейде бағдарламалауды үйрену болашақта қазіргі математика немесе тіл сияқты білім берудің қажетті элементіне айналуы мүмкін. Бұл бүкіл ұрпақтардың көзқарасын өзгертуі мүмкін. Бағдарламалау құрылымды, қысқалықты және дәлдікті үйретеді. Адам сұрауды немесе тапсырманы код ретінде тұжырымдағанда, ол не қалайтынын нақты анықтауға, барлық қажет емес нәрселерді алып тастауға және айқындыққа жетуге мәжбүр болады. Қысқалық пен дәлдіктің артықшылықтары туралы менің көзқарасым, қарым-қатынас пен өзара әрекеттесу айқын және түсінікті болатын тиімдірек қоғамға жасалған қадам. Шынында да ұзақ, жиі мағынасыз әңгімелерді нақты сұрақтармен және бірдей нақты жауаптармен алмастырған дұрыс емес пе? Бұл уақытты үнемдеп қана қоймай, түсініспеушіліктерді болдырмауға көмектеседі. Кез келген адам алгоритмдік тұрғыдан ойлай алатын болса, коммуникацияның, тіпті ұйымдастырудың көптеген мәселелері жойылады. Ал бағдарламалау дағдылары жаңа сауаттылықтың бір түріне айналады. Көп сөзділік, әңгімешіл, беймен тралала бұл шығармаға кедергі келтіретін мағынасыз әңгімелердің суреттелуі. Оның орнына болашақ қоғамы нақты ойлауға, логикалық қорытындыларға және қарым-қатынаста минимализмге сүйенуі мүмкін. Бұл өзара әрекеттесуді жеңілдетіп қана қоймайды, сонымен қатар шығармашылыққа, дамуға және демалуға уақытты босатады.
Жалғасы келесі видеода. Ұрпақтар арасындағы айырмашылық. Тағы бір маңызды тақырыпқа тоқталайық, ақпаратты қабылдаудағы ұрпақ айырмашылығы және жаңа технологияларды дамыту. 6 тарау. Заманауи балалар мүлдем басқа ортада өседі. Онда технологиялар мен бағдарламалау өз заманындағы кітаптар немесе блогтар сияқты табиғиға айналады. Негізгі нүктелер. 1. Ерте жаттығуды бастау. Қазір балалар алады технологияларға және бағдарламалауға қол жеткізу ерте жастан. Бұл оларға мүмкіндік береді тез бейімделу, қалыптасу, логикалық ойлау және дағдылар ересектерге күрделі болып көрінеді. 2. Артықшылық сандық орта. Бұрынғылардан айырмашылығы ұрпақтар, балалар сөзбе-сөз бірге өседі гаджеттермен, қолданбалармен және тілдермен бағдарламалау. Бұл олардың ойлауын тудырады икемді, құрылымдық және озық. 3. Мәселе аға буын. Аға ұрпақ көбінесе технология мен тәжірибесі жоқ. Техникалық жағынан ғана емес, сонымен қатар артта қалады психикалық. Бұл кедергі жасайды ұрпақтар арасындағы байланыс. 4. Болашақ Қазақстандағы технологиялар. Ондай болса даму қарқыны сақталады. Қазақстан дарынды ұрпақ тәрбиелей алады, бағдарламашылар мен инженерлер әлемдік нарықта бәсекеге қабілетті болады деңгейі. Ықтимал қорытындылар. Үлкенге ұрпаққа жастардан үлгі алу маңызды және құлап қалмас үшін технологиядан қорықпаңыз. Ақпараттық қоғамнан. Жасау оқытуға бағытталған бағдарламалар барлық жастағы бағдарламалау арасындағы алшақтықты жоюға көмектеседі ұрпақтар. 7. Тарау. Оқыту тәсілдерін өзгерту туралы. Мен ұрпақтар арасындағы айырмашылықтар, оқуға деген көзқарастардың өзгеруі және технологияның қоғамымыз бен ойлауын қалай өзгертетіні туралы өте маңызды және терең тақырыптарды қозғаймын. Негізгі ескертулер. 1. Эволюция оқыту әдістері. Бұл бұрын көп күш жұмсауды қажет ететін және уақыт, қазір арқылы қол жетімді технология және интернет. Қазіргі заманға балалар үлкен көлемде қол жеткізе алады. Білім, бұл олардың дамуын тездетеді. 2. Мәселелер ескі әдістер. Көптеген ата-аналар мен аға буын ескірген тәсілдерді ұстану, олардың жақсырақ екеніне сенеді. Ең нәтижесінде бұл дамуды бәсеңдетуі мүмкін. Бала, әсіресе еленбейтін болса заманауи мүмкіндіктер. 3. Ажырасу ұрпақтар арасында. Жастар шынымен де алға кетті. Технологияның арқасында ондаған жылдар. Аға кейде ұрпақ түсінбей қалады. Бұл сонымен бірге белсенді түрде қарсы тұрады, қақтығыс тудыратын өзгерістер. 4. Потенциал жас. Егер оларды пайдаланатын балаларға қолдау көрсету әлеует, сіз керемет ала аласыз нәтижелер. Олар басқаша, тезірек ойлайды, бейімделіп, қазірдің өзінде шеше алады көптеген ересектердің мүмкіндіктерінен тыс тапсырмалар. 5. Не істеуге болады? Білім ата-аналар үшін. Бағдарламалар құру немесе маңыздылығын түсіндіретін дәрістер оқытудың заманауи тәсілдері. Сондықтан ата-аналар балаларына шектеу қоюды қойды. Қолдау баланың дамуы. Балаларды мадақтау оқу технологиясы, бағдарламалау, интернет арқылы музыка және басқа салалар, олардың ойлауын дамытуға көмектесу. Сақтау дәстүрлері. Ұмытпау маңызды ұлттық мәдениет пен тіл. Сондықтан технологияның дамуы да кенде емес мәдени сәйкестілік. 8. Тарау. Бағдарламалау әдебиетті алмастырмайды. Біліңдер, достар, бағдарламалау және технология бұл жаңа ойлау тәсілін қалыптастырудың өзіндік құралы. Бұл әдебиетті, философияны немесе шығармашылықты алмастыру емес, ойларды құрылымдауды, талдауды және үлкен көлемдегі ақпаратпен жұмыс істеуді үйренудің тәсілі. Неліктен технология ойлау үшін маңызды? 1. Құрылымдық ойлау. Бағдарламалау анық және логикалық жолдарды табуға үйретеді мәселені шешу. Бұл дағдылар өмірдің кез келген саласында пайдалы. 2. Бейімделу жаңа міндеттерге. Әлем өзгеріп жатыр, ал технологияны меңгергендер бір қадам алда. Олар жылдамырақ өзгерістерге бейімделу. 3. Тереңдігі түсіну. Білім технологиясы тереңірек түсінуге мүмкіндік береді сияқты классикалық пәндерде бар, философия немесе әдебиет сияқты. Мысалы, жасанды интеллект мүмкін мәтіндерді талдау, табуға көмектесу, жасырын мағыналар немесе тенденциялар. 4. Жеделдету жұмыстар. Бағдарламалау және басқа да технологиялық дағдылар мәселелерді тезірек шешуге мүмкіндік береді, шығармашылыққа көбірек уақыт қалдырады және рефлексиялар. 5. Тепе-теңдікті қалай сақтауға болады? Технологиялар құрал ретінде.
Компьютерлер және AI бұл адамдарды ауыстыру емес, олардың көмекшілері. Оларды жеңілдету үшін пайдалану керек күрделі міндеттер. Даму жандар мен ойлар. Әдебиет, өнер ал философия іргетасы болып қала береді. Эмоционалды дамуына көмектеседі және адамның рухани жағы. Интеграция тәсілдері. Қазіргі білім беру ескі әдістерді біріктіре алады. Мысалы классиктерді оқу, жаңалар мен технологиялар, бағдарламалау, талдау деректер. Ойлаудың үйлесімі құрылым арқылы қалыптасады деген менің байқауым негізгі болып табылады. Адам логикалық және құрылымдық ойлауды үйренсе, ол үлкен биіктерге жете алады. Ең бастысы, технология мақсат емес, құрал болып қала береді. Жалғасы келесі видеода. Видео ұнаса лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Авторы: Ғалымжан Чауетов, Қазақстан.